Кеш жары, құрметті достар, құрметті ханымдар. Қайырлы кеш. Бүгін дайректе сұрақтар өте көбейіп кетті. Құттықтаулар да келіп жатыр, сұраулар да келіп жатыр. Барлық ақпаратты осы сіздерге өзім толықтай шығып сұрақтарыңызға жауап берейін деп тікелей эфирге бүгін шықтым. Енді жалпы тікелей эфирге жиі шығып тұрамын, себебі әрқайсыларыңызға жеке жауап беріп жатуға өте көп кетеді, және ол мүмкін емес. Барлығына жауап беру мүмкін емес. Кеш жарық, Сая ханым дейді, сәлеметсіздер ме? Қайырлы кеш дейді, сәлеметсіз бе? Жалғасова, Салтанат, Жанар. Сондықтан қыздар, тікелей эфирде сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Бүгіннен бастап 41 күн. Неге 41 күн? Себебі жалпы ол өзіме қойған дедлайн. Біз мұсылман болғандықтан біздің ең киелі санымыз ол 41 күн. 3 күннен кейін сізде қарсыластық пайда болуы мүмкін. 3 күннен кейін саған оның керегіне, не мынау жасап жатқан дүниең деген секілді сұрақтар өзіңізге сондай бір инсайт келді маған дегендей бір қабылдау болуы мүмкін сізге. Адам өзгеріс үстінде жүрген кезде, өзгерісті бір жаңа бастаманы бастаған кезде міндетті түрде ондай нәрсе болады. 3 күннен кейін, 3 күн шыдасаңыздар, қазақта сөз бар. 3 күннен кейін адам көрге де үйренеді дейді. Құдай сақтасын, мен бір жаман сөз айтып отырғаным емес, айтқым келгені. Не нәрсеге де адам үйрене алады. Адамның жасағанын адам жасай алады. Сондықтан 3 күн шыдасаңыздар, 4-5 күн кішкене қиындау болады, бірақ тоқтамау керек. Әрекет және дисциплина. Мен өзіме бұның алдында аскеза ретінде қабылдадым. Өзіңізге бұны аскеза деп алатын болсаңыз, қандай да бір мақсатқа, қандай да бір арманыңызға жетуіңізге үлкен бір мүмкіндік. Сіз осыны орындайтын болсаңыз, онда сіздің де арманыңыз орындалады деген сөз. 41 күн бойы дұға оқып, зікір салып, намаз оқитын болсаңыз, намазыңыздан бөлек. Міне керемет дейді. Машалла. Сондықтан 41 күн бойы соны жасап отыратын болсаңыз, ол сіздің болмысыңызға еніп, сіздің мінезіңізге қалыптасып кетеді 41 күнде. Алдыменен 3 күн жасап көріңіз. Содан соң 3 күннен кейін 7 күнге дейін толықтырып көріңіз. 7 күн өткеннен кейін 10 күн деп сол санды дөңгелетіп 10-дыққа айналдырып көріңіз. 10 күн өткеннен кейін 2 аптаға жеткізем деп көріңіз. 2 апта өткеннен кейін 2 апта дегеніңіз 2-7. 2 апта өткеннен кейін сіздің мінезіңіз, сіздің әдетіңіз, ол күнделікті әдетіңізге айнала бастайды. Сонда не істейміз дейді. Сонда мен осы 41 күнге қойған нәрсем бұл жүру, таңғы жүріс. Бірақ қыздар, таңғы жүрісте сіздер тас қараңғыда жалғыз өздеріңіз шығып жүрмеңіздер. Дәл қазіргі жағдай елімізде өте қауіпті. Сондықтан қасыңызға сенімді адам алыңыз, немесе бірнеше қыздарменен бір 10 шақты қыз, білмеймін, негізі ер адам болған дұрыс. Білмеймін, қыздар жиналып жүріңіздер деп те айта алмаймын сіздерге. Ер адам болған дұрыс қастарыңызда. Толығымен сенді. Менің жалғыз өзімді менің жолдасым жібермейді де, таң қараңғыда менің қасымда жолдасым жүреді. Менің қорғаным, менің Алладан кейінгі менің пірім. Алла қосқан жарым. Сондықтан ол жүрген жерде мен арқамды кеңге салып, еркелеп, ешкімнен қорықпаймын. Сондықтан күйеулеріңізбен шықсаңыздар өте керемет. Екеуіңіз бір-біріңізге деген жаңағы бізде сөйлесу қалып кеткен ғой, байқасаңыздар. Күнделікті арпалыс өмірдің дүниесінде әңгімелесу, сұхбаттасу қалып кеткен ерлі-зайыптылардың арасында. Екеуіңіздің әңгімелесіп, ойларыңызды кешкі шайдан басқа. Кешкі шайдың әңгімесі ол басқа мүлдем. Сондықтан күйеулеріңізбен бірге жүрулеріңізге мен өте кеңес берем, қыздар. Сонда өзіңіз де өсесіз, рухани да өсесіз, физикалық жағынан да
ол міндетті түрде сізге өзінің әсерін бермей, нәтижесін көрсетпей қоймайды. Сондықтан күйеуіңізбен бірге жүріңіздер. Менің сіздерге беретін кеңесім. Екеуіңіздің бір-біріңізге деген махаббаттарыңызда, қарым-қатынастарыңызда өте қатты өзінің ізін қалдырады. Таңғы ерте тұрып, таңғы жүріс. Адам жүрген кезде, 2 километр жүрген кезде сіздің энергияңыз, жерден аламыз ғой біз энергияны, жер анадан. Сонда энергиямыз біздің тобығымызға жетеді екен. 4-5 километр жүрген кезде белімізге жетеді екен. 3-4 километрде тізеден көтеріліп, 5-6 километрде белімізден жоғары көтеріледі екен. Өздеріңіз байқайсыздар. Жылдамдықпен неғұрлым жүрген жақсы, жүрген сайын ең бастапқы осы энергияны сезінесіздер жүрген кезде. Жылдамдықпен жүрсеңіздер, аяқтарыңыз шыбырлап, осы бір қыс шығандай шыбырлап қызый бастайды. 5 километрге келген кезде беліңізден жоғары, кіндігіңізден жоғары, мына омырауыңыздың төсіңіздің төмен жағында шыбырлап тұрады. Мына жақтарыңыз бір қыс шығандай болып тұрады. Энергияңыздың көтерілгенін содан сезесіздер. Бірден оны сезе аласыздар. Содан соң 8 километр жүрген кезде, ол жобамен 10 000 қадам жүрген кезде сіздің мына мойныңызға келеді. Мойныңызға, тамағыңызға дейін энергияңыз көтеріледі. Ал 10-12 000 қадам, ол 10 километр жүрген кезде мына төбеміздегі еңбегімізден былай фук деп шығып кетеді. Біздің не шығады? Не көтеріледі, не шығады? Жаман нәрсе. Бізді еңсемізді басып тұратын еріншектік. Бізге жетпей тұрған жаңағы көңіліміз өмірі толмайтын, өмірі осы қуып жете алмайтын нәпсі. Соның барлық негативіміздің барлығы бізді басып тұрған нәрсені біз қуалап шығарып жібереміз. Болды. Жүріп болғаннан кейін энергияңыз деген от болып көтеріледі. Енді сіз барлық бүгін жүрсеңіз, күні бойы энергияңызды жинап, ендігі бүгінгі сіздің, және мен жүрген кезде зікір салып жүрем. Мен 1000 рет дұға оқимын. 1000 рет оқып, сол жүріс барысында өзі оған қанша уақыт кетеді дейді, 1-1,5 сағат уақыт кетеді. Содан келіп, ұйқыңыз да ашылады, және түнгі ұйқыңыз қанық болады. Түнде, жалпы мен осындай нәрсені, қыздар енді анамыз ғой, әйеліміз ғой, еркек адамдар айтса түсінуге болады. Ой, ұйқым бұзылды деп, е? Ұйқы қай уақытта бұзылады? Күн мен түн ауысып кеткен кезде бұзылады. Ұйқы безі дұрыс жұмыс жасамайтын кезде бұзылады. Ол қай уақытта бұзылады? Ұйқы безі қай уақытта дұрыс жұмыс жасамайды? Мына биологиялық сағаттардың уақыты ауысып кеткен кезде. Әрине, сіз түнгі сағат 1-2-ге дейін жүрсеңіз, сіз ол түнгі 1-2-ден жүру үшін энергияны қайдан алдыңыз? Тамақтан алдыңыз. Кешке тыңқиып тамақ ішіп алдыңыз. Ол сіздің ұйқыңызды ашып, сізге күш қуат берді. Түнге дейін, таңға дейін жүре бересіз. Кітап оқисыз, телефон көресіз, жұмыстарым бар дейсіз, компьютер көресіз. Компьютердің ультра күлгін мына сәулесі адамға жаңағы орысша айтқан кезде бодрствование дейді ғой, жаңағы күш қуат береді адамға. Ұйқысын ашып жібереді. Болмайды. Сағат 10-нан кейін болды. Кемінде 11-де сіз түс көріп жатуыңыз керексіз. Осы сағат 10 менен 12-нің, түнгі 10 менен 12-нің арасындағы биологиялық сағатта адам ұйықтау керек. Түнгі сағат 11 менен сағат түнгі 1-дің арасындағы биологиялық сағатта сіздің гормондарыңыз жұмыс жасайтын кез. Ұйқы безінің өте жақсы тынығатын кез. Сіз егер де сағат 11-де ұйықтап қалып, таңғы сағат 6-да тұратын болсаңыз, қанық ұйқыңыз толығымен қанып, ауырмай, деніңіз сау болып тұрасыз. Сол қанша 7 сағат сізге бұлай жетеді. Ұйқыңызды қандырып, денсаулығыңызды мықты ұстауға. Ал егер сіз осы 7 сағатты, түнгі сағат 1-де жатып, таңғы сағат 9-да тұрыңызшы, сіздің мына аралықтағы сағат 10 мен 12-нің арасындағы ұйқының биологиялық сағатты жоғалтып алғаныңыздың нәтижесінде сізге ол денсаулығыңызға зиян болып келеді. Ұйқыңыз қанбай тұрады. 2-де жатып, сағат 9-да тұрсаңыз, 7 сағат. Ол сіз сағат 4-5 сағат ұйықтағандай ғана боласыз. Ұйқыңыз қанбайды одан. Сондықтан қыздар, денсаулық
басты байлық. Дені саудың жаны сау, жаны саудың тәні сау. Ерте тұрған әйелдің мың демей қойын жақсы. Өзге ұйықтап жатқан әйелдерге қарағанда 100 ниеті артығымен қабыл болады. Өйткені ол ана. Ерте тұрып таң намазына тұрыңыздар. Далаға шығып жүрмесеңіздер, таң қараңғыда таң намазына тұрыңыз. Отырып тілеңіз. Бізде қазір шетелден біз сатып алған дүниелер бар, е? Шетелден қаншама ақша беріп сатып аламыз, білімді. Сонда не дейді? Магия утра. Хелл Элредтің шығармашылығында. Не дейді? Таңғы сіздің ритуалыңыз, жаттығуыңыз. Таңғы оянғаннан кейінгі сіздің 1 сағаттық жасайтын әрекетіңіз. Таң уақытысында оянғаннан кейін көзіңізді ашқан бойда 1 сағат ішінде не жасайсыз дейді. Тұрыңыз дейді, медитация жаса дейді. Хелл Элред. Ол не? Ол Аллаға құлшылық. Медитация деген не? Ол армандау. Болашақтағы өміріміз визуализация жаса дейді. Болашақтағы өзіміздің армандаған өмірімізді көз алдымызға елестету. Алладан тілеңіз. Я Алла, маған осындай өмір берші. Я Алла, балаларымды осындай етші. Я Алла, деп көз алдымызға елестетеміз. Біз балаларымызға тілек тілеп отырған кезде көз алдымызға жұмыстағы хаттарды елестетіп отырмаймыз. Ойымызды аузымызбен сөз арқылы айтамыз. Сөздің қасиеті. Намазды үндемей оқы деп айтпаған. Міндетті түрде оны сөзді айтып, дыбыстап оқу керек. Сыбырлап оқысақ та, оны іштей оқуға болмайды. Міне, медитация қайда жатыр. Содан соң не істе дейді? Жаттығу жаса дейді. Оянған бойда. Міне намаз. Отырыңыз, тұрыңыз. 2 рет жаңағы сәждеге барып, демалып, қайтадан 2 рет. 2 сүннетін, 2 парызын оқып тастаңыз. Сөйтіңіз де тілей беріңіз. Қанша уақыт тілейсіз? Өз еркіңіз. Уақыттың барлығы өз еншіңізде. Балаларым бар, мен үлгермеймін деген нәрсе өтірік ол, қыздар. 24 сағат барлығына бірдей берілген. Дәл қазір біз өзімізді қолымызға алып, еңсемізді көтеріп, желкелеп тұрғыз қойымыз керекпіз. Неге? Шегінуге, артқа шегінуге. Мүмкіндік жоқ. Артымызда, соңымызда бала-шаға тұр. Ең алдыменен кім тұр? Күйеуіміз тұр. Күйеу үшін жауапты бірінші Алла, содан соң әйел. Күйеуіңіздің бойында бір нәрсесі сізге ұнамай жатса, өзіңізге сұрақ қойыңыз. Неге ол сондай? Менің әйелдің деген нәрсе, менің қай жерде ниетімде дұрыс емес нәрсе кетті деген сұрақты өзіңізге қойыңыз. Әйелдің күші деген тілегі, әйелінің тілегі күйеуіне тіптен 200% қабыл болады. Балаларына тіптен 1000% қабыл болады. Балаға іште бірінші күннен, құрсағыңызға біткен күннен сізге ана болу жауапкершілігі берілді ме, соны сіз білдіңіз бе, бітті, бірінші күннен тілей беріңіз. Менің енем марқұм айтатын, жас келін болған кезімде, тілей бер. Құдай жастың тілеуін береді. Тіле, көп тіле. Сендердің, бізге қарағанда сендердің тілектерің қабыл болады, себебі сендер жассыңдар деп. Тілей беріңіз, айта беріңіз. Содан соң, ол тек қана тілей беріңіз. Одних ответа вас не совсем я поняла. 7 бренд 7. Нинина. Не совсем поняла я ваш вопрос, уважаемая леди. На все ваши вопросы я сегодня постараюсь ответить. И, соответственно, на русском языке вопросы я буду отвечать на русском языке. Почему? Потому что у меня здесь есть аудитория не только казахоязычная. Жасыңыз нешеде дейді? Жасым менің дәл қазіргі сұлу жаста. Өзіме қатты ұнайтын жаста. Сондықтан қыздар барлығы бірінші Алла, содан соң өзіміздің ниетімізде. Кеш жарық жас келіндер ұйқы ғой дейді. Ұйықтамаңыздар қыздар. Жас келіндерге тіптен сіздердің бізге қарағанда жас келіндердің тілегі 2 есе қабыл болады. Сондықтан таң атпастан жүрмесеңіз де таңертең тұрып тілеңізші.
Алладан тілеңіз. Өте әдемісіз дейді, рахмет сізге үлкен. Алладан тілеңіз, жазыңыз. Отырып жазыңыз. Жаза беріңіз. Жазудың күші өте керемет. Жазыңыздар. Сіздердің сұрауларыңыз бойынша мен жаңа курс бастағалы жатырмын. Сол курста қалай біз еңсемізді көтеруіміз керекпіз. Өзіңіздің предназначениеңізді қалай табасыз? Сол туралы айтамыз. Сол жайында жұмыс жасаймыз. Және ол курста бізде өте мықты эксперт маман болады. Өзім ол маманнан сабақ аламын. Өзімнің үйренген нәрсемді сіздерге де үйретсе екен деп мен ол кісіден сондай сұрадым. Демек, қыздар, сіздер өздеріңіздің предназначениеңізді табуға мүмкіндік аласыздар. Қаржылық сауаттылықты үйретеміз сіздерге. Жалпы қаржылық сауаттылық, менің ойымша, білмеймін, қарап отырсаңыздар, мысалы, адамның ең бірінші мамандығы база, фундамент дейміз ғой. Бірінші сіздің жоғарғы оқу орныңыз. Менің бірінші алған жоғарғы оқу орным бұл экономика және бизнес факультеті, экономист, менеджер, басқарушы мамандығын, квалификациясын алған болатынмын. Сондықтан менің барлық ойым кез келген нәрсені талқылаған кезде, кез келген нәрсеге бизнес жолында болсын, отбасылық жағдай жолында болсын, әсіресе бизнес жолында әрине. Бірінші менің сараптайтын нәрсем бұл қаржылық жағдайды дұрыс үйлестіру. Қаржылық жағынан ол қай жағынан тиімді болады. Біреуден пайда табу емес. Менің инвестиция салғаным қай жағынан маған тиімді? Қай жағынан тиімді? Балаларымның инвестициясын біліміне салғаным маған тиімді. Себебі Құнанбай малын сатып, баласын Орынборға жіберіп оқытқан. Оқудан аянудың қажеті жоқ. Білім қашанда бірінші орында тұрады. Дүниенің барлығын тартып алуға болады. Адамнан, тіптен денсаулықтың өзін тартып алуға болады. Ал білімді еш уақытта ешкім тартып ала алмайды. Ең басты инвестиция өзіңізге, біліміңізге, балаларыңызға құйған инвестиция. Сондықтан бала жалпы ата-ананың айнасы. Сондықтан біздің барлығымыз әрекет етіп жүргеннің барлығы не үшін? Бала үшін. Бала деп. Сондықтан осылардың өмірі жарқын болсын. Менен артық бақытты өмір сүрсін. Менен артық жақсы нәрсені балаларыма жасап берсем екен деп жер бетіндегі кез келген адамзат баласының ниеті. Ішкі жан дүниеңіз бай, сыртқы сұлулыққа байсыз дейді Света. Рахмет сізге үлкен. Света, сіздің ішіңіз неге толы болса, айналаңыздан соны көріп отырасыз. Сіз менен соны көріп отырсаңыз, сіздің ішіңіздегі ол өзіңіздің жағдайыңыз қазіргі. Сондықтан менің сізге алғысым шексіз. Менің аудиториямда осындай өте білімді, өте саналы әйелдер отырады. Себебі этикетке, мысалы, этикетті қажет етпейтін адам келмейді. Сол себепті менің аудиториямда мен өзім қыздар өте қатты жақсы көремін. Қыздарым себебі дәл өзім сияқты. Сондықтан қыздар, тұрамыз, еңсемізді көтереміз, өзіміз әлеуметтік желі арқылы дәл қазір, мысалы, бизнестегі әйелдер, жазыңыздаршы, бизнесі бар әйелдер, тауар сататын әйелдер. Бизнес дегеніміз бұл сауда. 10 берекенің 9-ы саудада деген пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Бірақ саудаңыз жүру үшін саудаға, бизнеске тек адал болу керек. Сонда ғана адамның бизнесі өрге басады. Бизнеске мен үлкен тәжірибе арқылы келгем. Сондықтан міне қараңыздар. Кімнің сауда сататын, мейлі сіз жаңағы сауда сатқан кезде, мейлі сіздің күнделікті бір-бірден сататын дүкеніңіз болсын, мейлі жаппай сатылым болатын болса да, біртіндеп сататын саудаңыз болса да, немесе көтерме саудаменен сіз жаңағы бөлшек сауда болсын, көтерме сауда болсын, қалай сатсаңыз да, ол сауда. Мейлі тендерлерменен ірі тендерларға шығып, сіз көтерме саудамен сататын шығарсыз, айналысатын шығарсыз. Бірақ ол да сауда. Енді қараңыздар, осы саудада кімде-кім тауарды офлайн ғана сататын болса, және екінші адам онлайн түрде, міне біздің қолымызда барлық әлем тұр.
барлығының қолында, тіптен 2 жасар баланың қолына дейін қазір ұялы телефон алып беріп қойған. Бала тыныш болсын деп сұрай береді телефонды. Ондайды естимін. Бала сұрай береді, осыған бір телефон алып беріп қойыңдаршы. Әйтпесе бәріміздің телефонымызға жармасып бітті деп 2 жасар баланың өзіне телефон алып беріп қояды. Міне, барлық әлем қолымызда тұр. Мүмкіндікті пайдалануымыз керекпіз. Ұялы телефон немесе әлеуметтік желі дейінші. Ұялы телефонды біз тек қана сөйлесу үшін пайдаланбаймыз. Әлеуметтік желіні қандай жағдайда пайдаланады? Адамзат баласы 2-ақ түрде пайдаланады екен. Бірі, одан білім алып, өзінің табысын өсіріп, өзінің жаңағы интеллектуалды жағдайын өсіріп, материалдық жағдайын жақсарту үшін, ал екіншісі тек қана деградацияға кетеді екен. Уақытының барлығын соған бөліп, қалай уақытын өткізіп алғанын байқамай қалады екен. Ондай нәрсе бар, қыздар. Ол жалпы бір ойдан шығарылған нәрсе емес, ол кәдімгі дәлелденген дүние. Тіпті орыстарда өте жақсы сөз бар. Шайыңды қалай суытатыныңды білмесең дейді. Шайың ыстық болса, қалай тезірек суытқың келсе, шайыңды қайнап тұрған, сақырлап тұрған шайыңды құйып қой да, ұялы телефоныңды аш дейді. Қалай кіріп кеткеніңізді, әлеуметтік желіге қалай кіріп кетіп отырғаныңызды өзіңіз байқамай қаласыз. Шайыңыз суып, тіптен мұз қатып қалады. Сондықтан, қыздар, 2 жолда ғана оны пайдаланамыз. Бізге екінші жолы керек емес. Деградация жасаудың қажеті жоқ. Өз жолымызды өзіміз таңдаймыз. Қайсы жолмен жүру тек қана өз қолыңызда. Сондықтан тұрайық, қыздар. Сағат 10 болды жатайық. Нұрсұлан уақытысымен 10-ға 5 минут қалды, қазір жатайық. Жататын кездегі, және сіздерге айтайын, қыздар, сіздің таңертеңгі бірінші ойыңыз жатардағы ойлап жатқан ойыңыз болып табылады. Жатарда не ойлап жатсаңыз, таңертеңгі сіздің мүмкін түсіңіз сол болуы мүмкін. Таңертеңгі ойыңыз және таңертеңгі көңіл күйіңіз соған байланысты. Сол себепті жатарда жақсы ой ойлаймыз. Мен өмірде қатты енді өкінем деп айтсам, енді Аллаға қарсы келгендігім, бірақ маған жетпей тұратын өмірде ең жақын 2 адам жетпей тұрады. Ол ең бірінші менің әкем, екінші менің енем. Және менің әжем. Әжем енді 94 жасына келіп өтті дүниеден. Барлығы той ғой деді, әрине қимастықпен жібердік. Баяғыда Көпен ағамыздың анасы қайтқан кезде достары, жарандары басу айтқан екен. Ай Көпе, қойсаң жыламай, той ғой анаңдікі деп. Сонда Көпен аға айтқан екен. Той болатын болса, үйіңе барда анаңды өлтіріп той жаса деп. Сол айтпақшы, қай жаста болсын, 94-ке келсе де, нешеге келсе де, біздің әжелеріміз, жақындарымыз, аналарымыз өзімізге әрдайым қымбат, ыстық, еш уақыт оларды қимаймыз. Ал мен қимайтын жаңағы ерте кеткен дүниеден ол менің әкем және менің енем. Енем марқұм бұрын айтатын, мен қолдағы келін болдым, сонда жас келінмін, сонда марқұм айтатын. Кешке қарай тамақ ішіп болғаннан кейін Шыңғыс ол уақытта кішкентай, Шыңғысты алып кетіп, ойнатып, сонда мына жерде сен шай ішкен жерді, тамақ ішкен жерді жинап таста, содан кейін тезірек жинап таста, тез жинап таста, содан кейін отырып екеуміз армандайықшы дейтін. Міне, отырып еш уақытта мама бір өсек айтқан емес, еш уақытта бір өмірге еш уақытта бір налып көрген емес, өкпе реніш айтып көрген емес. Сонда екеуміз отырып көп армандайтынбыз. Армандағанда қиялы түрде армандай бермейміз, кәдімгідей отырып жоспар құратынбыз. Сол айтпақшы, қыздар, армандаңыздар. Армандардың және ауызша жазған, ауызша айтқаннан гөрі сөзбен, әріппен жазған арманның ерекше, мына қаламның, қыздар, ерекше қасиеті бар. Қандай? Орындалуында. Сол орындалатын бір ерекше қасиетін біз дұрыс пайдаланайық. Барлық біздің жазылатын нәрсе, ол біздің ішкі ойымыз, сөзге айналған нәрсе, сөзіміз қағазға түсірілген дүние. Сондықтан көп тілеңіздер. Алдағы курста осының барлығын мен сіздерге үйретемін. Қалай жасау керек, қалай жазу керек. Бірақ таңертең ең бірінші бастаңыздар. Ертең менімен бірге, мен бүгін бірінші күн тұрып жүрдім. Ертең менімен бірге
тұрып жүріңіздер. Бірақ жүріңіздер болған кезде қыздар, мен тағы да айтып өттім, жалғыз жүрмеңіздер. Мен күйеуіммен бірге жүремін. Сондықтан арқамды кеңге салып, еркін жүремін, қорықпай жүремін. Қалада қараңғы уақытта жүру қауіпсіз емес, қауіпті. Сондықтан қыздар, жақсы, баршаңызды құшақтадым. Жақсы жатып, жайлы тұрыңыздар. Бүгінгі жасап жатқан нәрсеңізді әрекет етіп, басқа өзге қылықтарды қоспасаңыз өзіңізге, ертеңнен жарқын өмір, бүгіннен басқа өмір күту деген нәрсе ол ақмақтық дейді Эйнштейн. Сондықтан біз бүгін жасаған нәрсемізге ертең басқа нәрсе қосуымыз керекпіз. Бүгінгі біздің әрекетіміз ертеңгі болашағымыз. Біздің бүгінгі күніміз кешегі әрекетіміз. Сондықтан қыздар, баршаңызды құшақтадым. Жақсы жатып, жайлы тұрыңыздар. Саламатсыз ба? Менің енем де керемет адам болды. Менің қызыма армандауды, дұрыс ойлауды үйретті. Қазір өзі алдына керемет мақсаттар қойып жүр. 11 оқиды дейді. Машалла. Мен сізге айтайын, Айнұр ханым. Сізге Алла ниетіңізге қарай сонда керемет ана бер. Жалпы ене деген сөзді мен ұнатпаймын. Ол да ана. Ол да емес, ол ана. Біздің маңдайымызға жазылған, пешенемізге жазылған екінші анамыз. Сондықтан осындай анаңыз болғанына мен сіз үшін өте қуаныштымын. Енді қосылдым, қандай курс ашып жатырсыз дейді. Курстың алда болатын курс, бұл өзіңіздің предназначениеңізді тауып, әлеуметтік желі арқылы оны қалай сатуға болады, өзіңіздің бизнесіңізді қалай ашуыңызға болады, өзіңіздің жаңағы мүмкіндігіңізді қалай дұрыс пайдаланып, өзіңіздің өміріңізді өзгертуге қалай қадам баса аласыз. Сол жайлы үйрететін курс болады. Жақсы қыздар, жақсы жатып жайлы